бір жусан бір түрі емес па, қателеспесем. Ал мынау алтын қоңыз. Алтын қоңызына жерде 20 штугы бар. Простатитке, толығын емделуге жеткілікті. Алып көргендер бар шығар, комментарияға жазып қойыңыздар. Бұл алтын қоңыз жайлы толық ақпаратты YouTube-қа болсын, алтын қоңыз Нұрғаділ халық емі деп поиске жазсаңыздар шығады. Қалай ішу керек, соның барлығы, кімдерге ішу болмайды дегенде. Маңызды дейтін, кімдерге ішу болмайтын, жаңағы бүйрек өтінде тас барларға, асқазанда язвасы барларға ішуге болмайды. Себебі бұл ертіп барып тазалайды. Қуықтағы, қуық асты безіндегі, бүйректегі суығы бар, инфекциясы бар, құмы бар, барлығын. Сондықтан бұны ішкен кезде де айтатынымыз, жаңағы тілде ұстап тұруға болмайды, тілді ой жүрететініміз, сол бұның ерткіш қасиеті бар. Алу үшін 8707 257 14 19 WhatsApp-қа жазыңыздар. Осы WhatsApp-тан мен толыққанды ақпарат беремін. Емделу жолында айтып отырамын дегендей. Мынау біздің каналға тіркеліп алыңыздар. Видео пайдалы болса, WhatsApp чаттарға тарқатыңыздар дегендей. Сол жаңағы YouTube-тағы, Instagram, TikTok-тағы Нұрғаділ халық емі деген каналдарыма кірсеңіздер, осындай итмұрынның, болмаса кез келген таушайдың, или анау 40 бұлын тұр, осындай шөптердің, өсімдіктердің дайындалу жолын және де қолдану жолдарын видео инструкциялары бар.